Құрметті тыңдармандар, бүгін біз сіздермен жинақтар мен инвестициялардың теңдестігін қарастырамыз. Ұлттық есеп жүйесіндегі жинақтар мен инвестициялардың теңдестігін түсіндіру үшін бірінші кезекте біз жалпы ішкі өнімді есептеу жолдарын есімізге түсіруіміз қажет. Сіздер білесіздер, біз жалпы ішкі өнімді табыстар жиынтығы ретінде немесе шығындар жиынтығы ретінде келесі формуламен есептей аламыз. Теңдіктің сол жағында y әрпімен біз жалпы ішкі өнімді белгілейміз. Сонымен қатар макроэкономикада біз y әрпімен жиынтық табысты да белгілейміз. Ал осы теңдіктің оң жағында шығындар жиынтығы берілген. Ол үй шаруашылығы шығындары, фирмалар шығындары, мемлекет шығындары және басқа елдердің осы елде өндірілген тауарларына жұмсайтын шығындары, NX компоненті. Енді біз жабық экономикада жалпы ішкі өнімді есептеу жолына тоқтайтын болсақ, оның формуласы келесідей. Жалпы табыс немесе жалпы ішкі өнім тең болады үй шаруашылықтары шығындары, қосылған фирмалар шығындары, қосылған мемлекет шығындары. Алдарыңыздағы формулада өздеріңіз көріп отырғандарыңыздай NX компоненті жоқ, себебі жабық экономикада сыртқы экономикалық операциялар, экспорт-импорт операциялары жүзеге асырылмайды. Енді біз осы теңдіктің оң жағынан және теңдіктің сол жағынан біз үй шаруашылықтары шығындарын және мемлекет шығындарын шегеретін болсақ, келесі теңдікке қол жеткіземіз. Теңдіктің оң жағында тек қана инвестициялық шығындар қалады, ал теңдіктің сол жағында біз жалпы табыстан үй шаруашылығы және мемлекет шығындарын шегеретін болсақ, теңдіктің сол жағында біз ұлттық жинақтарды анықтай аламыз. Ұлттық жинақтарды біз ағылшын тіліндегі saving, аударғанда жинақтар мағынасын білдіретін сөзінің бас әрпімен S деп белгілейміз. Енді осы теңдікті қайта жазып шығайық. Сонда макроэкономикада, жабық экономикада ұлттық жинақтар тең болу керек инвестицияларға, себебі осы жинақтар депозитке салынған кезде банктен фирмалар несие алу арқылы сол несиені инвестициялай алады. Демек, ұлттық жинақтар тең болу керек инвестицияларға. Ұлттық жинақтар тең болу керек инвестицияларға. Ұлттық жинақтарды есептеу жолы жалпы табыс, шегерілген үй шаруашылықтары шығындары, шегерілген мемлекеттік шығындар. Жалпы ұлттық жинақтар екі компоненттен тұрады. Ол жеке жинақтар, қосылған мемлекеттік жинақтар. Әр жинақтарды толығырақ қарастырайық. Жеке жинақтар дегеніміз үй шаруашылықтары табысынан біз осы үй шаруашылықтары төлейтін салықтық міндеттемелерді шегерсек, және үй шаруашылығының тұтыну шығындарын шегеретін болсақ, біз жеке жинақтарды есептей аламыз. Ал мемлекеттік жинақтарды есептеу үшін біз мемлекеттік бюджетке түсетін салықтық түсімдерден мемлекеттік шығындарды шегеретін болсақ, біз мемлекеттік жинақтарды есептей аламыз. Жалпы бюджетті қарастыратын болсақ, мемлекеттік бюджеттің үш жағдайы болуы мүмкін. Бірінші жағдайы ол бюджеттік баланс. Мемлекеттік бюджетке түсетін салықтық түсімдер осы мемлекеттік шығындарға тең болған жағдайда бюджеттік баланс орын алады. Ал егер де бюджетке түсетін салықтық түсімдер мемлекеттік шығындардан көп болған жағдайда мемлекеттік бюджет профициті орын алады. Және осы салықтық түсімдер мен мемлекеттік шығындардың айырмашылығы бізге мемлекеттік жинақтарды есептеуге мүмкіндік береді. Және келесі жағдай, егер де мемлекеттік шығындар осы бюджетке түсетін салықтық түсімдерден көп болған жағдайда бюджет дефициті орын алады. Және бұл дефицитті жабу үшін мемлекеттік қарызға жүгінеді. Тағы бір қайталап өтейік, ұлттық жинақтар жеке жинақтар мен мемлекеттік жинақтардың қосындысы болып табылады. Және макроэкономикадағы негізгі теңдестіктің бірі жабық экономикада ұлттық жинақтар тең болады инвестицияларға, себебі жинақтар инвестициялар көзі болып табылады.